Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында наггетс дайындаймыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бізге бар болғаны тауықтың төс еті қажет. Оны видеода көрсетілгендей ұзынша және жіңішке етіп кесіп аламыз. Және оның үстінен қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка, тұз және зәйтүн майын қосып, барлығын араластырып, маринадқа 20 минутқа қалдырамыз. Дайын болған тауық еттерімізді бірінші ұнға аунатып аламыз. Әрмен қарай жұмыртқаға үшінші ұнтақталған нан ұнтағына аунатып аламыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Наггетсымызға арналған тұздық дайындаймыз. Сол үшін бізге 2 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық майонез, тұз, 1 дана сарымсақ және бұрыш керек, қара бұрыш. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үй жағдайында жасалған наггетсымыз дайын. Дәмі өте жұмсақ, тұздықпен дәмі жақсы үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.